батыл, яғни біз Әлия ханымға тапсырма беретін боламыз. Ал Әлия ханым, сізге сәттілік. Біздің бірінші тапсырмамыз бүкіл үйдегі қанша адам бар, солардың ыдыстарына шайға жарты столовый ложка чай салып, тұз салып, соны бәрін адамдан шақырып, соларға шайды сыру, және солардың реакциясын түсіріп бізге көрсету. Ал Әлия ханым, сізге екінші тапсырма ол мектепте болады. Мектептегі достарыңызға, бүкіл сыныптастарыңызға ұлдарын атын қыздармен шатастырып, қыздардың атын ұлдармен шатастырып сөйтіп айтасыз. Сыныптастарыңызға осы пранкті жасап, олардың реакцияларын түсіріп аласыздар. Достар, мен қазір анама пранк жасауға көшетін боламын. Ендеше тамашалаңыздар. Мен, мамама былай айттым. Маме, сізді қуантамын. Сіз, видеоға түсесіз, қуанту үшін дедім да. Кейін, мама енді қуанатын эмоция білдіреді ғой ютубқа. Но, маманың, түрі қашып кетті. Достар, мама келді. Кәдімгі суып қалды. Ну, ладно, мамаға кеттік. Ал, анаша, мен сізді қуантайын деп отырмын. Сізге шай. Қана, менің қолымнан шай ішіп, реакция беріңіз. Рахмет. Ой, қандай шай әкелгенсің? Мама, сізге пранк! Достар, пранк жасайық. Досик. Ойнайды, Мири деген ма? Мири! Шатасып кеттім, Мири деген. Ал, достар, келесі үшінші пранк. Негізі бұл пранктарды мен өзім жасавадым. Просто видео бойынша қызығырақ, еще адамдардың реакциясы вообще тема болады. Жаңағы сыныптастарымның реакциясына мән бермеңіздер. Мен просто олар көрсе, неғып түсіріп отырсың, анау деген әңгіме шығып кетеді. Поэтому ұрыс болмасын деп мен солай партаның астына қарай былай еще қыздар бақырып кетті, дауысы дұрыс естілмеді. Но Бесжұлдыз каналы түк ренжімеңіздер. Но мен қазір сіңіліме тема пранк жасайын деп жатырмын. Қазір үйде ешкім жоқ, сондықтан мен сіңіліме бомба пранк жасайын деп жатырмын. Мен сіңіліме айтамын. Негізі сен мамаң, папаң бұл сені асырап алғанбыз деп пранк жасаймын. Сондай пранк негізі хит екен ғой. Мен соны жасайын деп отырмын. Давайте кеттік, мен камерамен шығып беремін. Жұлдыз қайдасың? Жұлдыз. Жұлдыз. Не жүрсің? Бергесін ақа. Әңгімем бар саған. Мен көрініп тұрмын ба? Көрініп тұрған сияқты. Жұлдыз, кесей? Жұлдыз! Жұлдыз, бергесей ме саған? Әңгімем бар. Қызық бір. Қызық болғанда. Жұлдыз, сен тоқа ренжіме, я? Кесей мінжі? Не қызық ала? Жыламай, ама? Айтам мен саған. Жыламайсың ғой, я? Точно айт? Точно, ма? Ше, негізі сен мамаң, папаң. Ой, мен сенің әпшең емеспін ғой, білесің ба? Мен сенің әпшең емеспін ғой. Кесей жақын тұрсай, сай қарай. Осай қарай, жақын тұрсай. Терезенің алдында жарықпен айтайын да әңгімені ама. Сол не ғой? Мен сенің әпшең емеспін да. Негізі мен тек басқа біреулердің әпшесімін. Сол өзімнің сіңілілеріме барайын ба деп атам. Жібересің ба? Онда әпшең кім болады? Сен әпшең. Неге сен әпшең жоқ қой, сен үйдің үлкенсің ғой. Әпшең болайын ба дей? Сен әпшең бола берейін ба? Бола берейін ба? Жаным. Жұлдыз болсаға пранк, қара камера тұр. Пранк өтті ма, өтпеді ма айтсай? Өтті ма? Ал, достар, енді екінші пранк негізі жұлдыз болатынын сенбеуі мүмкін. Но мен осы Бесжұлдыз каналының айтқан пранкын енді қазір жұлдызға жасаймын. Себебі үйдегілердің барлығына деген мен қазір үйде сіңілім бар, поэтому сіңіліме жасайтын боламыз.
야, 무슨 Мұхамеджан? Мұхамеджан. Жұлдыз, шай ішесің ба? Шай ішесің ба? Шай қойайын ба? Yok, печенье теперь все. Ой, жемей қойшы пешіне, кейін жейсің. Шай ішесің ба? Болмаса су құйып берейін ба мен саған? Су құйып берейін, иә? Су құйып берейін ба? Ой, ол су жаман шығар. Қара берем. Іш, мақма. Мына жерге келіп алды, поэтому мен жай сөйлеп ішіне тұз қосып қоямын. Жұлдыз күн ыстық болып кетті, иә? Күн ыстық болып кетті, иә? Мен саған мол су құйып әкеліп беремін қазір. Жұлдыз дұрыстап отыр, Мақма. Мен сені ютубқа түсіріп жатырмын. Сені қуантам. Давай, мынау мен інім Мұхамеджан, достар. Давай, Жұлдыз, мен сені қуантам. Қара, саған ыстық күнде шөлде қалмасын деп мұздай су әкеліп тұрмын. Ішіп ал, я, мам. Іші ғана. Әпше рахмет деп айтсын. Ей, не болды? Не болды, жындыма айтсай? Қумаш сонша ашы ма? Не болды? Ой, не бар? Ашы? Не үшін? Қойш, кранның су ашы ма? Иә. Не үшін? Бер шқан дәмін көріп көрейім. Бер маған. Қумаш, Жұлдыз, нормально, ой. Не қуып тұрсын? Күшті ғой? Аузың дәм сезбей қалған ба? Немене бәле? Қой, мен естеймін. А? İstersen sen var mı? Ey, aузың жеп бар сөйлесей. Бұл саған пранк. Тұрдым, ішіне қара қойын тұз бар. Қумаш, ондай да бола ма, не? Көмек қойын, қара. Шет қапсын, кетші бар. Достар, көрдіңіздер жаңа. Мен екінші пранк өтпей қалды. О май гад, мен ойлағам, типа кранның астынан шығып жатқан тоз, мына деп алдайын деп сөйтсем, өзі сұраған жоқ, сосын кейін сен отқан шығар деп. Сөйтсем рөлге беріліп кетіпті. Мен ана жерде просто видеоны тоқтатып түсірдім. Басынан бастап, мен потому что памятім толып қалып жатыр. 128 гигабайтым бар телефон, бірақ білмеймін, я 127-сі толып тұрғанын, оның түспей жатыр ешқандай. Қазір мынау да өшіп қалады. Достар, мен тағы да бір пранк жасағым келіп тұр Жұлдызға. И мен типа былай істейін жатырмын. Жұлдыз келмесем бояндырып беремін деймін да. Мына жерге скрытый камера қойып қоямын. Бізде мына жерде білесіздер, не, мынандай картинкалар бар. Мынау қараңғы болып қалады, просто күн сәулесімен. Сол картинкалардың артына камераны тығып қоямын. Сөйтіп кел Жұлдыз, мен сен мына жерге отыр, типа салон красоты ойнаймыз екеуміз деймін да. Типа айтам, ой, бояндырып атам, бірақ ол типа ойлайды, тен жағып жатыр деп, мен қып-қызыл краскамен. Менде қып-қызыл тен жоқ енді прям, но сондай сияқты тендермен полный доңақтап қоямын. Достайым, короче, клоун қыламын. Сонымен менің пранкым аяқталады. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Достар, мен Жұлдыз шақырмайды. Камераны ішке тығып қоямын. Осылай бар, көрінмей тұр, иә? Нормально, көрініп тұрған. Ну, мен көрініп тұрмын ба сіздерге, достар? Я, камераның чуть-чуть жаны ғана көрініп тұр, жалпы мен көрініп тұрмын, иә? Қазір мына жерге столдың үстіне Жұлдызды отырғызып, пранкымды бастаймын. Просто шамалы күте тұрыңыздар, себебі Жұлдыз сенбей қалады. Көрдіңіздер ғой, жаңа қандай ақылды екенін енді. Сондықтан осылай істеуге тура келеді, достар. Мынаны былай деп қояйын. Типа мен Жұлдызды, как обычно, шақырып жатқан сияқты боламын. Мына жерге мен типа Жұлдыз биік отшы деп осылай әдейі көрпеше төсеп қоямын да. Былай істеп. Мен сіздерге бірінші косметикаларын көрсетіп кетейін. Осылай кушон бар. Короче, мен өзіме камера дұрыс көрініп тұрған жоқ. Осылай кушон бар. Мына бұл кушонды Жұлдыздың бетіне жағуға болмайды, құртылып кетеді беті. Поэтому мен қазір ойлап тұрмын, тинт жағамын деп, бірақ тинт кетпей қалады. Вот, достар. Давайте
знаете, менде мынандай кететін помада бар. Осы мен жағам. Потом артынан ватный дискімен өшіріп беремін, если жылап жатса. Осындай бар. Менде еще мынандай карандаштар бар. Мындай қара түсті карандаштар бар. Осыдан типа саған подводка сызып жатырмын деп, былай ирелеңдетіп, короче, бір ойластырамыз. Сосын мына жерде менде енді қызыл түс жоқ қой, ренжімеңіздер. Мына жерде менде қап-қара, қоңыр түстер бар да. Мына екеуін мен мектепке көбірек жағатын түстер. Соның ішінен қоп-қоңырларды, короче, көзінен бояймыз деп айтамыз. Типа мен жылдыға айтам, бір түс таңдай деймін. Ол явно мынандай жылтыр, розовый түс таңдайды. Себебі өзі сондай түстер жақсы көреді. Потом сондай түс таңдағаннан кейін типа соны алып жатырмын. Я деймін да. Мына жерде менде мынандай кисточка бар. Осымен, короче, бояп тастаймын. Ал ендеше кеттік. Ал. Не үшін? Жай қызық болсын деп жатырмын да. Сен анай типа сен бояндырып, әдемі қылып шығарайын да. Давай ма? Не? Езуің екі құлағыңа жетті ғой. Что-то не oldu? Давай поняем. Сен бірәлі біліп қойдың ғой сен. Камераны біліп тұрсың ба? Ол камера пранк үшін емес. Оны типа жұлдызға несіне жатырмын. Бояндырып, салон красоты екеуміз ойнаймыз деп. Бөлек влог деген білесің ба? Мен каналымды саған көрсетемін қазір. Соған тіркеліп аласың, өзіңді көресің, мақмам. Давай мен сен бояндырам кел. Давай, достар, міне жұлдыздың негізі табиғи беті осындай. Достар, көрсетейін достарға. Достар, міне сәлем де. Көзіме қарасың. Сәлем де. Сәлем достар деп айтсай. Сәлем достар. Давайте, достар, мен енді жұлдызды бояндыратын боламын. Енді жұлдыз бірақ сен камераға қарамай ама. Саған сюрприз болсын да, сен типа салон қазір айт. Наяқтан есіктен қайтып кірш бар. Бүйтіп кір. Сәлеметсіз бе, Адия ханым, мен бояндырып беріңізші деп келем. Мен камераны артқы камераға қоям. Камера артқысы күшті болады. Ау? Айтсай, Адия ханым, тағы не айтуға болады? Адия ханым, мені бояндырып беріңізші, тойға баратын ем, анау деп айта берсей. Сөйтіп, типа, видео түсіреміз. Давай кел. Адия ханым. Сәлеметсіз бе. Мені бояндырып беріңізші. Шо? Мен тойдан келдім ғой. Тойдан келдіңіз ба? Тойға бармайсыз ба? Наоборот, тойдан келдіңіз ба? Иә. Жарайды онда. Давайте мен сізді бояндырамын онда. Қазір түстандан шыққан, қандай түстан ексіз? Осы қоңыр түстан ап тұрсыз ба? Қоңыр бойы берейін ма? Жарайды. Давай. Көзім емес, көзім ашын. Ашымайды? Анандай мақтамен сөйтіп беремін өзім. Қандай мақты? Ватный дискамен. Камера. О, тезде сүртін. Иә. Давай көзін жұмып тұр да, камераға қарап тұр. Вау, күшті жылтырлап жатыр. Прям зор болып жатыр. Көздің астына да жағу керек. Сол кезде корейский макияж шығады, білесің ба? Корейский макияж шығады. Давай кел. Мына жағына қарай жақсан. Что подводка сияқты болу үшін осы жағына қарай жағамыз біз. Түсіндің ба? Ал қасың қалың болу үшін осы жаққа жағамыз. Окей? Чо? Қас қалың болу керек қой. Қарамай. Қарама! Бояндырайын да. Типа сен, тиіспе. Корейский макияж сияқты болады, түсіндің ба? Типа корейский киноларда болады ғой. Имсол деп бақырып. Мынандай жылтыр қосайын енді төбесіне. Иә? Мұрныңа бүйтіп жағасың, сосын деп істе. Сол кезде күшті жылтырлап тұрады мұрның. Вау! Достар, қараңыздар, тұрып бүйтіп көрсетейін. Осылай болды. Кел. Енді, екінші қасың қап кетіпті. Енді, қандай тұсаламыз? Не істеп жатыр мамалар? Давай, қара мен ше, мен саған еще подводка сызып берейін да, я. Мына қарай бүйтіп. Тук десең, тук десең, күшті кинодағыдай вайп болады. Сен ше, фотодан өзіңді көресің, сынып қаласың, ол өзіңе сынып. Енді ке помада жағып берем. Сүрт. Ой, де. Тұтын аяғына тимей қалды. Чо? Аяғына да тие беріп қой, сол кезде сен күлген кезде бүйтіп ашылып тұрады да. Қарашы, әдемі кино болдың, кино жұлдыз. Сынып қалдым мен саған ше. Енді мынамен ирелең етіп подводка сызамыз.
Вау, это называется кино. Киношный эффектпен түсірілатындай қызық тұрсын. Бұяғына неші сызат деп сұрасай? Айтам. Ояна. Нешін сызат? Ояна. Бұл пранк болған үшін сызарды. Қана. Көшет. Тоқта бірінші сені достарға көрсет. Достар. Қана. Өзім өшіп беріп, жылама, я? Болды, өшіп беріп, үй жүйені сол. Пранк қой, пранк. Жыламазай. Сен не маған пранк жасайтын не ғой, баяғыда қойшайын алайын. Кел сүртіп беремін, бақын дискамен. Я ма? Қазір сулап келем. Ал достар, енді мен... Не болып кетті мен? Қолы қайнап кетті. Әжелер келді. Мына шетін не сүр? О, помада кетті. Ештеңе етпейді, әже ұрыспайды ол. Болды, ернің кетті. Ей! Енді мына аяғын сүртем, о, күтсей. Тез кетеді екен ғой. Тез. Әжелер келді мане. Қазір қалғанын сүртіп берем бақ, ма? Жоқ. Ал достар, қазір жұлдыздан сұраймыз. Пранк өтті ма, өтпеді ма? Өтті деп отыр уже. Айтшы. Өтті. Қазір өшірдім, полный осылай болды. Вот, осынай влог шықты. И так-та әдемі. И так-та әдемі ғой, дейді. И так-та менің қасым бәрі әдемі. Аузы вообще менің қолым қойды. Пранк қой. Енді қара, достарға айтшы, достар тіркеліп кетіңіздер. Кесе айтсай. Достар, тіркеліп келіңіздер. Сосын лайк басыңыздар де. Лайк басыңыздар. Комментарий жазыңыздар де. Комментарий жазыңыздар. Пока!